Республика қанегелестірілген ilmiy-amaliy endokrinologiya медицина орайы Қарақалпақстан Республикасы филиалы тарапынан 2024 жыл әмелге асырылатығын һәм алдағы жұмысларға бағышланып, баспасөз конференциясы өткерілді. Дәслеп хабарымыз міне осы хақында. Дәслеп баспасөз конференциясы өткеріліп, оған республикамыздағы ғалаба хабар құралары уәкілдері, медицина қызметкерлері қатынасты. Конференцияда республика қанегелестірілген ilmiy-amaliy endokrinология медицина орайы Қарақалпақстан Республикасы филиалы директоры орай тарапынан 2024 жыл әмелге асырылған һәм алдағы режелер хақында мағлұмат беріп өтті. Атап өту керек, филиал тарапынан денсаулықты сақлау системасын реформалау, емлі профилактикалық мекемелердің материалдық-техникалық базасын бекемлеу, сондай-ақ денсаулықты рауажландырудың мемлекеттік бағдарламасын орындау давам еттірілмекте. 3 қабатлы таза имаратлар салынды. Бұл имаратларда хирургия бөлімдері жүктелместірді. Хирургия бөлім жүктелместіргенімізді. Қалған сыман без кетерліктердің операция бен давалау үшін өздерімізде хирургия бөлімі, қанты диабетті болатын асқыналарды емдеуге диабетик топтық бөлімі жүктелместірді. Бұндан соң филиалға ғалаба хабар құралары уәкілдері үшін пресс-тур жүктелместірілді. Бүгінгі күнде республика қанегелестірілген ilmiy-amaliy endokrinология медицина орайы Қарақалпақстан Республикасы филиалында бөлімдер саны 7-ге, орындар саны 145-ке жетті. Филиалда диагностикалық, емлеу һәм профилактикалық жұмыстардың көлемі кеңейтілген. Жаңадан лабораториялық тексерулар енгізіліп, жаңадан клиникалық бөлімдер ашылған. Тақтакөпірлі Зина Дарежиева Айнусы филиалда емленбекте. Жақында ғана операциядан шыққан жерлесіміздің бүгін денсаулығы жақсы. Мені көп жылдардан бері зоб ауру қинап жүретін еді. Осы хирургия бөлімін естігеннен кейін келдім. Келген күннен бастап бөлім бастық, врачтар, медсестра, санитарлар жылы жүрсілікпенен қарсы алып, көп жәрдемдер көрсетті. Әзір жүда жақсымын. Кеше 23-нде операция болдым. Іштен де көп жәрдем дәрілер салды. Бифл емдеп атырыпты, рахмет. Филиалда диабетик нефропатия бөлімі, ұлыма диабетология бөлімі, ұлыма һәм балалар эндокринологиясы бөлімі, реконструктив пластик хирургия бөлімі, реанимация бөлімлері қызмет көрсеткен болса, осы жылдың март айынан баслап, тиреоид хирургия бөлімі іскерлігін баслап, бұл бөлімде бірінші мәрте филиал хирурглары һәм республика қанегелестірілген ilmiy-amaliy медицина орайы жетекші қанегелері тарапынан тиреоид эктомия операцияларын істеу жолға қойылды. Лабораториямызға ИФА аппаратлар, УЗИ аппаратлар, кейінгі заманауи УЗИ аппаратлары алынды. Бұл өзі халқымызға толық жоғары технологияда медициналық жәрдем беруімізді жолға қойылымызға үлкен тәсілін тигізді. Кейінгі 10 жылда филиалдың эндокринолог қанегелері Россия, Германия һәм басқа да мемлекеттердің жетекші қанегелеріменен тығыз байланыста жұмыс алып бармақта.